Bizde Kia K8 көлігі 2024 жылғы 2,5 куб бензин Nobilis комплектациясында осы серебристый металлик жағдайы өте жақсы көлігіміздің арзан бағада минимальный пробегпен бүгінгі аукционда сатылымда. Көлігімізде екі деталінде краска бар, бірден айтып кетейін, жеке видеода көрсетіп кетем. Осы аркасын түртіп алған екен, бізде обычно көп кездесіп жатады. Бордюрға ма, ішінен жақсылап ашып жігіттер толық тексерген екен, бізде қарап шықтық, сварка енген жалғанған жерлер жоқ. Барлығы өзінің орнында, айырбақтары барлығы. Сыртынан краска болған. Жалпы жағдай өте жақсы, қалған детальдарын барлығы сау. Штатный диски, резина қалдығы 80% бар, дискілері тап-таза. Повторительный поворотник, алдыңғы парктрониктері бар, шторкілері керемет үйлесіп тұр. Моторды біз көрсетіп кетейік, капот астында 2,5 GDI моторда сөз жоқ, аз пробегпен, аз жүріспен сағат секілді істеп тұр. Лонжерондар барлығы сау, заводскойдың герметиктерімен, бұлтшырықтарымен барлығы өз орнында бұралмаған. Екінші бетке дәл солай. Заводскойдың ертасымен. Мотор жап-жаңа. Повторительный поворотник, бесключевой доступ, ассистент степиксон, толық электропакет, есігі тап-таза, меркада 24-01-не шыққан екен. Плавающий сиденье, көлігімізде екі кілт, осындай кофе түстес салон, әдемі үйлескен. Ортада мультируль, жүрген шақырым небір 27.114 шақырым жүрген екен. Пуш-стартта 2 зоналық климат контроль. Осындай экран арқылы, сенсор арқылы басқарылады. Коробкамыз шайбамен, артқы көрінісі, алдыңғы және артыңғы парктрониктер жұмыс істейді. Драйв мод, автохолд, ассистент парковки, видеорегистрация, электронный ручник. Пассажирский жақта тек подогрев сиденье, мұнда водительский жақта подогрев және обдув сиденьелар бар, обогрев руль бар. Мұнда зарядчик USB-лермен, подстаканник, орындықтар барлығы тап-таза, шылышты батырмасы арқадан. Жоғарда барлығы ойдағыдай, панельдері таза, салоны тап-таза, әдем қаралған. Екінші қатар подогрев сиденье бар, 3 режимда, заводской өзінің поликтерімен. Резиналар жіктер салмай кетіпті қайттан. Қол тірегіш.